Қазіргі таңдағы білім беру саясатындағы ірі проблемалардың бірі мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру, оларды жүзеге асыра алатын мұғалім дайындау. Осы тұрғыдан келгенде, білім берудегі инновациялар мен тәжірибеде өзіндік өрнегін салып, қолтаңбасын қалдырып үлгерген Оралдағы өрлеудің ойып алар орны бар. Күннен күнге қарыштап келе жатқан жаңа технологиялар, ақпараттар заманында егеменді еліміздің білімді де белсенді, кәсіби іскер тұлғасын қалыптастыру әр оқу орнының жауапты да абыройлы міндеті. Осындай жауапкершілік Оралдың өрлеуінің де мойнында. Ендеше, оқыту үдерісіндегі жаңалықтар, кезек күттірмейтін талаптар мұғалімдерді жаңа бағытқа қарай кәсіби шеберлігін күнделікті ұштауға негіз болады. Белгілі педагог Ушинскийдің мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімділігі де жойылады деген қанатты сөзі бар. Инновация өздігінен пайда болмайды. Ол ғылыми әдістердің жекелеген мұғалімдер мен тұтас ұжымның озық педагогикалық тәжірибесі. Білім берудегі инновациялық үдерістерінің мәнін педагогикада маңызды екі мәселе құрайды. Олар озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау, тарату мәселесі және оның жетістігін практикаға енгізу мәселесі. 2016 жылдың 26 сәуір күні білім берудегі инновациялар мен тәжірибе уақыт талабы тақырыбындағы екінші республикалық педагогикалық оқулар облыстық кезеңі өткізілді. Білім беруді дамытудың басым бағыттары бойынша 7 секция қамтылып, жалпы саны 87 педагог қатысты. Педагогикалық оқудың қорытындысына сай 8 педагогтың жұмысы үздік деп танылып, республикалық кезеңге жолдама алды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан атты жолдауында біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек дегендей, бүгінгі күні білім беру жүйесі жаңа педагогикалық технологияға негізделуін және ақпараттық құралдардың кеңінен қолдануын қажет етеді. Осы бағытты жүзеге асыру мақсатында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты жанында облысымыздың педагог қызметкерлеріне арналған онлайн курстар жобасы іске қосылды. Атап айтсақ, электронды үкімет және электрондық қызметтер, транзакциялық қызмет және мобильді әмиян Елдос Сафулин, смарт құрылғылардың мүмкіндіктері Нұрбол Дускалиев, Прези веб-сервисі Әскербек Дәндібаев, HTML плюс CSS тілдері Самат Шагиров. Осы аталған оқытушылардың ұйымдастыруымен онлайн курстар өткізу жолға қойылды. Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының ең қызықты жобаларының бірі Қазақстан Республикасындағы жалпы орта білім беру мектептерінде математика пәнінің оқытылуын жақсарту мақсатын көздеген математика оқулығы жобасы. Осы жобаның жаңашыл жетекшісі директордың оқу әдістеме жұмыстары жөніндегі орынбасары Елдос Сафулин. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы жедел жоспарына сай 2016 жылдың 16 мамырында филиал ұжымының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында біліктілікті арттыру жүйесіндегі смарт технологиялар, халықаралық тәжірибе және отандық практика тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірибе конференция өткізілді. Конференцияның басты нәтижелерінің бірі шығарылатын жинақ деп есептесек, осы 4 жылда сандық және көлемдік жағынан өсу бағытында келе жатқанымызды көреміз. 2016 жылдың басты нәтижесі тек сандық көлемдік емес, сапа бойынша да өзгерістер бар. Яғни интерактивті жинақтың шығарылуы. Мақала авторының конференция қатысушыларымен арнайы интернет бетінде жүргізетін кері байланысы QR-код көмегімен барша оқырманға қолжетімді. Конференция жинағындағы мақалаларда көтерілген мәселелерді талқылау бүгінгі 16 мамыр күнімен шектелмейді. Алдағы уақытта да қалың оқырманға талдауға, пікірталас алаңында өз ойын білдіруге толық мүмкіндік жасалды. Ең бастысы мақала авторы мен оқырманның интерактивті байланысы алдағы жылдарда да ашық болады. Комментарий жазу үшін конференция платформасы үнемі іске қосылып тұрады.
Филиалда 2013 жылдан бері инновациялық бастамалар мен технологияларға қолдау көрсетуге бағытталған байқаулар ұйымдастырылып келеді. Олар e-контент байқауы, сабақтың үздік контенті байқауы, ауылдық мектептің цифрлық бейнесі байқауы, панорамалық сабақ байқауы. Қазіргі заманғы мұғалім оқушыларды техникалық құрылғылар көмегімен білім алуға үйрету үшін дайын болуы керек. Мұғалімдер ақпараттық коммуникативтік технологияның артықшылығын оқушыларға көрсете және техникалық шешімдер мен білімдерді пайдалана отырып, пәннің мазмұнын түсіндіре білуі қажет. Оралдағы өрлеудің аз ғана уақыт ішінде ойып алған өрнектеріне тоқталып өттік. Алда үлкен міндеттер мен атқарылар шаралар ұшан теңіз. Өрлеу қызметінің тамырын тереңге жаю арқылы кемел келешекке көз тастап, болашаққа нық сеніммен қадам баспақшымыз.